Бәріңе сәлем, сіздермен ғажайып әлем. Бүгін біз әлемнің әр елінің қызықты әрі күлкілі заңдары жайлы айтатын боламыз. Сіз видео басталмай жазып, арнаға жазылып лайк басып қойыңыз. Ал біз бастаймыз. ақш-та мектептен орынды ұрлауға тыйым салынған. Ал Австралияда болса кенгурумен шахмат ойнауға болмайды екен. Аргентинада мәйітханада би билеуге болмайды екен. Және де Аргентинада темекі тартпайтын, косметика пайдаланбайтын қыз әр аптаның жексенбісінде дүкендерден 90% жеңілдікке ие бола алады. Амстердамда жерлеу кезінде кекіруге тыйым салынған екен. Африкада көлеңкеңізге қаратып оқ атуға тыйым салынған. Берлинде сусын, шай мен сыраны араластырып ішуге тыйым салынған. Германияда салмағы 5 килограммнан асатын сөмкелерді ұстап жүруге болмайды. Грецияда пиццаны сол аяқпен жеуге болмайды. Грецияда шаш пен тырнақты бояуға тыйым салынған. Грецияда нашар бағалған балаларды сатып жүруге рұқсат жоқ. Грецияда ауруханаға бара жатқан жолда қайтыс болуға болмайды. Данияда өлең айта алмайтын адамдар караокеге бара алмайды. Португалияда өрмекші адамға ұқсаймын деп, өрмекшілерді жеуге тыйым салынған екен. Ал қызығы Португалияда көршілеріңізді өлтірген масалар мен шыбындарды ұрлап алуға тыйым салынған. Канадада тоңазытқышта ұйықтауға тыйым салынған екен. Қытайда 16 жасқа дейінгі балалар желілерге өз атымен тіркеле алмайды. Ал Үндістанда болса, фломастердің көмегімен мұрт салуға тыйым салынған. Ал осымен видео аяқталды. Егер де видео ұнаған болса лайк басып, ұнамаса дизлайк басып кет. Және де достарыңа тарат. Келесіде де тағы осындай пайдалы видеоларды жіберу үшін қоңыраушаны басып қой. Ал сау.